Сан-Франциско, 1981 жыл. Сатушы Крис Гартнер өзінің бүкіл ақшасын инсиатометрия аппаратына салады. Бұл аппарат әдеттегідей рентген аппаратына қарағанда әлдеқайда жақсы сканерлейді. Алайда бағасы өте қымбат. Сол үшін де сатушыға бұл аппаратты сату өте қиынға соқты. Бірақ та Крис сауданың ізінде жүріп, соңында табысты адамға айналатынына сенеді. Алайда Крис дәл қазіргі уақытта өзінің отбасын қажетті қаражатпен қамтамасыз ете алмай отыр. Кір жуу қоймасында күндіз-түні болмашы тиынға жұмыс жасайтын әйелі Линда бұл жағдайға өте ашулы. Осындай қиын сәттерде Гарнеттер әулетінің татулығы ыдырай бастағандай. Осындай өмір қиын сынақтарға салған сәттерде өзінің ұлы Кристоферді ойлап, жігіт жігерленеді. Бір күні біздің батыр көшеден өте жылтыраған көлікті көрді. Сонда жігіт көлік иесінен мұндай көлікті міну үшін кім болып жұмыс жасау керек деп сұрайды. Сонда бейтаныс адам күлімсіреп, биржа брокері болып жұмыс жасау керек деп жауап берді. Артынша бұл мамандықтың арнайы білімді қажет етпейтінін және де азғанда есеп-қисаппен адамның тілін табу керектігін білгеннен кейін біздің кейіпкер бұл мамандықтың ізінен қуам деп шешті. Дәл осы мақсатта келесі күні Рейнольдс биржалық компанияға келді. Компания табалдырған аттамас бұрын көшеде ән айтып тұрған қызға өзінің аппаратын тапсырып кетті. Осылайша кадрлар бөліміне келіп, сынақтан өту үшін құжаттарын тапсырып жатқанда, әлгі әнші қыздың өзінің аппаратын ұрлап бара жатқанына көзі түсіп кетті. Ол тіпті өзінің құжаттарын қабылдап отырған адаммен қоштаспай, ұрының ізінен қуа жөнелді. Бірақ та өкінішке орай қуып жете алмады. Осылай көңіл күйі жоқ Крис метрода келе жатып, құжаттар тізімінен білім деңгейі деген графаны көріп, 100 адам таласқа түсетін мамандыққа тек мектеп аттестатымен кіру оңай болмайтынын түсінді. Оның үстіне күнделікті күйген тірлік те тыным бермейді. Осыдан кейін ұлы Кристофер өзінің тобымен бірге балабақшада уақытының барлығы мультфильм көрумен өтетінін айтты. Бұны естіген әкесі осы мәселе бойынша балабақша басшысына барғанда, ол оған өзіңде ақшаны уақытылы бермейсің, сол үшін де біздің мазамызды ала бермей деп жауап берді. Осыдан кейін Крис өзінің құжаттарын компанияның басты филиалына апарып тапсырамын деп шешті. Осы жерде жігіт Рейнольдстың басты серіктесі Джей Твейслеймен танысып, оның көзіне түскісі келді. Алайда мұнысынан түк те шықпады. Ал кейін үйіне қайтар жолда әлгіндегі әнші қызды көріп қалып, өзінің сканерлейтін аппаратын қайтарып алды. Линда болса күйеуінің бүткіл ақшасын үйінде толып тұрған аппаратқа жұмсап, оларды өткізе алмай жүргеніне қатты ашулы. Осыдан кейін ұлы Кристофердің туған күніне арнап салтанатты түрде баскетбол добын сыйлағаннан кейін Линда өзінің күйеуіне оған деген сенімінің толықтай жоғалғанын айтты. Біраз уақыт өткен соң Крис Джей Твейслеймен қайтып жолығып, онымен бірге әңгімелесіп, таксиде кетіп баратып, оған жақсы жағынан көріне алды. Твейслейді шығарып салғаннан кейін жігіттің таксиге төлейтін ақшасы болмағандықтан қашып кетуіне тура келді. Осылайша ол метроға кірер кезде өзінің аппаратының біреуін жоғалтып алды. Ал бұл жағдайды естіген әйелі болса, шыдамы таусылып баласын ертіп үйден кетіп қалды. Осылайша үйіне келген Крис баласы мен әйелін таппаған соң алдамшы арманның ізінде жүрмін бе деп ойлап қояды. Осы кезде жігітті күндізгі кездесуі себеп болып, Твейсли оны кездесуге шақырды. Ал келесі күні балабақшаның алдында әйелімен кездесіп қалады. Дәл осы жерде екеуі жанжалдасып қалады да, Линда осы жағдай үшін өзінің күйеуін кінәлайды. Онымен қоса бала менде қалады деп ескертті. Линда кетіп қалғаннан кейін Крис балабақшадан өзінің ұлын алып кетті. Твейслимен кездесуге белгіленген күннің алдында жалдамалы пәтердің иесі келіп, Криске осы айдың ақшасын төлей алмайтын болсаң, үйдің барлығын сырлап шық дейді. Сонымен Крис бұл шаруаға да кірісіп кетті. Осы кезде пәтердің есігін полицейлер қағып тұр. Полиция қызметкерлері жігітті бөлімшеге апарып, оған көлік жүргізу кезіндегі айыппұлдарын төлеу керектігін айтты. Және де Крис ақшасын уақытылы төлемегендіктен бұл түнді абақтыда өткізуге мәжбүр болды. Жігіт темір торға кірмес бұрын Линдаға хабарласып, Кристі балабақшадан алып, оның қасында бола тұр деп өтінді. Осылайша Крис келесі күні абақтыдан шыға сала белгіленген кездесуге үлгеру үшін компанияға қарай жүгірді. Жігіт кездесуге кешегіден қалған кір-кір киіммен кіргенімен компания басшысы Рейнольдсты өзінің сөйлеу мәнерімен таңғалдырып, брокер мамандығы бойынша 6 ай сынақ мерзімінен өтуге рұқсат алды. Алайда келесі естіген ақпараты оның қуанышын су сепкендей басып тастады. Компания 6 ай сынақ мерзімінде мүлдем ақша төлемейді және одан кейін де нақты жұмысқа алатындарына кепілдік бермейді. Осылайша кездесуден кейін Крис Джейден бұл мәселе бойынша шамалы ойлануға уақыт сұрады. Кешкілік уақытта әйелі мен баласы үйіне келді. Сонда әйелі Линда 6 ай мерзім бойынша Криске ақша төленбейтінін естіп, күйеуінен біржолата кетемін деп шешті. Сонда Крис әйеліне қиын болатынын түсіндіріп, баланы өзімен бірге алып қалуға көндірді. Осыдан кейін Крис компания басшысы Джейге хабарласып, олардың шарттарын қабылдайтынын айтты. Және келесі күні өзінің баласымен бірге кішкентай жатақханаға көшіп келді.
Жігіт өзінің бос уақыттарының барлығын ұлы Кристоферге арнайтын болды. Және ол баласына бүкіл әлем саған қарсы болса да армандарыңнан бас тартпа дейді. Осыдан кейін еркектің кішкене де болсын жол ашылып, өзінің бір аппаратын сата алды. Және де алған ақшасына бірінші болып баласына тәттілер сатып алып берді. Кристің бірінші жұмыс күні басталды. Және жұмыстағы мақсаты айқын. Ол барынша контактілер тізімін жинап, оларды компанияға қаражаттарын құюға көндіру керек. Осыдан кейін оның күндері бір-біріне ұқсас қайталана беретін болды. Жұмыс, қоңыраулар, балабақша, метро, жатақхана және де ол әріптестерінің 9 сағатта жасайтын жұмысын 6 сағатта жасауы керек. Оның үстіне жеке басшысы Кристі кофе алып келуге жиі жұмсайды. Және қоңырау шалған адамдарының жиі бас тартуы Кристі әбден қажытып жіберді. Сәтсіздікке жиі ұшырай беретін Крис белгіленген тәртіппен жұмыс жасай беретін болса, ешқашан көздеген мақсатына жетпейтінін білді. Осылайша Крис берілген заңдылықты бұзып, контактілер тізіміндегі ең бай Уолтер Рейбанмен кездесемін деп шешті. Алайда ол белгіленген кездесуге жеке басшысының кесірінен кешігіп қалды. Себебі жеке басшысы өзінің көлігін автотұраққа алып баруын сұраған еді. Осылайша бір мүмкіндіктен айырылып қалған Крис Уолтермен тағы да бір кездесудің амалын ойлап тапты. Крис ұлымен бірге байлардың ауданына келіп, Уолтердан өткен жолғы кездесудің болмай қалған үшін кешірім сұрады. Және де ұлымен бірге бейсбол матчына бара жатқандай кейіп танытты. Бір қызығы Уолтер да өзінің баласымен бірге бейсбол матчын тамашалағанды жақсы көретін еді. Сондықтан да Уолтер өзінің қонақтарын бейсбол матчын тамашалау үшін VIP кабинаға алып барды. Бірақ та әңгіме барысында Уолтер Кристің ұсынысына қызықпайтынын айтты. Алайда біздің батыр одан да жақсы нәрсеге қол жеткізді. Ойыннан соң Уолтердің өзі секілді бай достары Кристің ұсыныстарына қызығып, оның телефон нөмірін алып қалды. Арада 4 ай өтті. Кристің өмірі дұрысталып келе жатқандай. Себебі осы уақыт аралығында Крис өзінің аппараттарының біреусінен басқасының барлығын сатып жіберген еді. Алайда оның почтасына соттан хат келді. Крис айыппұлдарын уақытылы төлемегені үшін банк $20 басқа ақшаларының барлығын тартып алған. Осыдан соң ол қолында қалған жалғыз аппаратын клиникаға апарып сатпақшы болады. Алайда бұл аппараты бұзылған болып шықты. Ендігі жағдайы одан әрі қиындап кетті. Себебі кешкісін ұлы екеуін жатақханадан шығарып жіберді. Осылайша олар үйсіз қалды. Барар жері қалмағандықтан Крис ұлымен бірге бір мекеменің әжетханасында қонуға мәжбүр. Крис баласының көңілін аулап, онымен ойнап, кейін аяғына салып ұйықтатты. Ал есіктің арғы жағында біреу тарсылдатып қағып жатыр. Сонда есікті аяғымен тіреп тұрған Крис өзінің жағдайы қаншалықты төмендеп кеткенін есіне алып, қатты жылайды. Ол қандай қиыншылықтарды басынан өткеріп жатса да, әріптестеріне еш нәрсе білдірмейді. Жұмыстан кейін Крис жататын орын табу үшін әлеуметтік көмек орталығына жолығады. Алайда ондағылар Кристоферге ғана орын тауып беретінін айтты. Осыдан кейін жігіт амалсыздан көше қаңғыбастарын жатын орынмен қамтамасыз ететін орталыққа келді. Мұндағы кезекте тұрған адамдардың санына қарамастан, жігіт тырмысып таласып өздеріне жатын орын алды. Крис көше жарығының көмегімен сынақтың аяқталу мерзіміне байланысты емтиханға дайындалуда және өзінің соңғы сканерлік аппаратын жөндеуге де уақыт табуда. Емтихан басталды. Крис өзінің жұмысын екінші болып аяқтады. Және емтиханнан шығып баратып, өзінің қалтасындағы болмашы ақшадан компания басшысы Рейнольдске такси үшін $5 ақша қарызға береді. Осы күні жігіт $10 алу үшін қан тапсырды. Және осы ақшаға өзінің сканерлік аппаратын оңдап алды. Осылайша өзінің аппаратын $4000 сатып, қонақ үйден баласы екеуіне бөлме алып, сол жерге түнейді. Крис 6 ай сынақ мерзіміндегі соңғы күні өзінің клиенттерімен телефон арқылы сөйлесіп жатыр. Осы кезде оны бастықтың кабинетіне шақыртты. Сонда компания басшысы Рейнольдс біздің батырдағы жаңа жидені байқады. Осы кезде Крис жұмыс орнымдағы соңғы күніне жаңа жидемен келуді жөн көрдім деп айтты. Ал компания басшысы болса күлімсіреп, ертеңгі күні де жаңа жиде киіп кел, себебі сен тұрақты түрде жұмысқа қабылдандың дейді. Және де Криске кешегі алған $5 қайтарып береді. Ал біздің батырымыз көз жасын әрең ұстап, басшылардың барлығына алғысын айтып, қолдарын алып шықты. Осыдан кейін өзінің баласын құшақтау үшін балабақшаға қарай асықты. Енді Крис шынымен де бақытты. Фильмнің соңында Крис өзінің қуанышты жүзімен баласының қолынан ұстап көше бойында кетіп бара жатыр. Осылайша Крис Гартнер 1987 жылы өзінің миллиондаған табыс әкелетін брокерлік компаниясын құрды. Достар, дәл осы жанрдағы кедей жігітті банкке кіргізбеді, ал кейін ол байып, дәл осы банкті сатып алды деген банкир фильміне жасаған шолуымды көруге ұсынамын. Мотивацияға толы фильм, ал оны көру үшін экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.